Қалай түсіндірем бұл қазаққа? Қалай түсіндірем мына әже аталарға? Кеше мен келдім Будапешттен ұшып. Келген бойдан таңертең ағайындар күтіп алып, үйдің қасынан өтіп бара жатырмыз. Балдар демалыс күні келдім. Балдар нетіп жүр, мына ойнап жүр. Ойнайтын жерде. Балдар бақша ойнайтын жер екен далада. 30 шақты қазақ баласы. Бәрі орысша сөйлеп тұр. Бәрі шылдырлап жүр. Шүлдіреп тұр орысша. 3 жастан бастап 12 жасқа дейін шамамен қарадым. Жаман жүрегім ауырды. Әжелері отыр, балдарына орысша айтып отыр. Неге ол әжелердің менімен жасты ғой олар? Неге ол кісілер оны балдарға ең болмаса әжелер үйретпейді? Қан қайда, намыс қайда? Мына қазақтық, ұлттық мінез қайда? Қайда кетті, білмеймін. Ана кісілерге қарап, жеткеніңіз осы болғансаңыз, онда бала не біледі? Әже үйретпесе, ана әженің баласы немересі. Ол ана әжеге, атаға байланысты, олар балдарын өсіргенде айту керек еді, үйрету керек еді. Мына 30 жылдың ішінде бәрі орыс болып шықты. Солардың әке-шешелері 30-40 жылдан балдар, адамдар қазір. Енді біз 70-тен асқан адамдар, ол кісілер отырған. 60-70-тің айналасындағы адамдар. Олар қарамағанда жастар не білетін еді. Ал түріне қарасаңыз керемет, қандай тәтті балдар. Және бәрі талантты, білімді болу керек. Біздің айтып отырмын ғой, мен Европаны байқап жүрмін, Европаның балдары біздерде емес. Олар үйрету керек. Кішкентай бір тақпақ айтса, кішкене бір өлең айтса, ой керім мәз болады, менің балам талантты. Біздің қазақтың баласын жіберші сол жерге. Бәрінен бірінші орын алып кетеді. Бір бойларында толған талант. Жүгір десең жүгіреді, ән айт десең айтады, спортқа бар десең спортқа барады. Білім десең білім, музыка десең музыка. Біздің бойымыз толған талант. Тек соны біліп шығара білу керек. Ол үшін ата-ана байқау керек, әжелер байқау керек.